Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Эльмира. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді балалық шақтың бал дәмі болған орешки печеньесін дайындайтын боламыз. Жасалу жолы қиын емес, бюджетті заттардан жасалатын, дәмі ауызда еритін осындай печенье жасайтын форма болса, менімен бірге орешки печеньесін жасауға шақырамын. Қамырын жасау үшін бізге қажет заттар ол сары май, ұн, сода, шекер, жұмыртқа және де сірке суы қажет болады. Ең алдымен осы сары майымызды ерітіп аламыз және де үстіне шекерімізді, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң жарты шай қасық ас содасына 9% сірке суын араластырамыз. Алмалы сірке суы да бола береді. Екеуін араластырғаннан кейін осындай реакция шығады. Бізде сұйық массамызға құямыз, жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Басында шанышқымен жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Кейіннен қамырымызды қолымызбен илейміз. Бізде өте жұмсақ, әдемі қамыр шығатын болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін қамырымызды целлофанға салып, шамамен жарты сағатқа немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Қамырымыз тоңазытқышта шамамен 30 минуттай тұрды. Қамырымыз қатты. Енді орешки печеньесін дайындау үшін бірдей формада болу керек. Барлығы арнайы осындай таразы арқылы өлшеп аламыз. Шамамен 6-7 граммдай болу керек. Егер сізде таразы болмаса, осылай кішкене осындай көз мөлшерімен домалақ формаға келтіріп жасай берсеңіз де болады. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін бірінші өлшеп, кейіннен барып домалақ формаға осылай келтіріп алсаңыз да болады. Қызып тұрған осындай формамызды алдын ала майлап аламыз және де артық майын қағаз салфеткамен алып тастайтын боламыз. Менде осындай электрлік орешница. Егер сізде совет өкіметінен қалған отқа пісіретін темір болса бола береді және де бұл өте ыстық болады. Жасап жатқан кезде абай болыңыздар, күйіп қалмаңыздар. Домалақтаған қамырларымызды осылай формамызға салып шығамыз және де жауып, қатты қысып, шамамен 5 минуттай пісіретін боламыз. Печеньеміз осындай сарғыш, әдемі түске келген кезде толық пісті деген сөз. Осындай шанышқының көмегімен абайлап алыңыздар. Печеньелеріміздің барлығын дәл осылай пісіріп шықтық. Енді печеньеміздің ортасына осындай вареный сгущенка салатын боламыз. Мен осындай целлофан арқылы осылай көмегімен салдым. Бұл өте ыңғайсыз екен. Менде өте қою вареный сгущенка болғандықтан маған ыңғайсыз болды және де целлофаным соңында жыртылып қалды. Менің қателігімді сіздер қайталамаңыздар. Вареный сгущенка осындай қою сапалы болу керек, бірақ та шай қасықпен салу керек. Егер вареный сгущенкаңыз сұйық болып қалса, печеньенің ортасынан ағып кетуі мүмкін. Қалауыңыз бойынша печеньеміздің ортасына жаңғақ немесе түрлі дәнектер салсаңыз да болады. Дәмі өте керемет, әдемі болып шығады одан сайын. Сгущенка қосылған печеньелерімізді осылай біріктіріп шығатын боламыз, жабыстырып екеуін. Және де осы вареный сгущенкасы шетінен шығып тұратын болса, қолымызбен осылай тегістеп алып тастасаңыз болады. Және де печеньелеріңіз тегіс емес, шетінен қамыры шығып тұратын болса, қайшымен немесе пышақпен кесіп алып тастасаңыз болады. Осымен орешки печеньелеріміз дайын болды. Барлығыңызға осы печеньені жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығатынына кепілдік бере аламын. Және де қазақша каналдың ары қарай өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып және де комментарий қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.